Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бірінші сыныптың ана тілі сабағы 44-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөйлем. Бірінші тапсырмада бізде кейуардан өлеңді тыңдауымыз қажет. Бірінші жаттығу, яғни өлеңді тыңда дейді. Өлеңнің тақырыбы наубайхана. Аян Нысаналиннің өлеңі. Наубайхана деген бар, бұл үй қала шетінде. Күндіз түні тынбайды, білесің бе мұндайды? Пісіп ылғи ып-ыстық, тәтті тоқаш нан түрлі. Таңертеңнен жөнелер дүкендерге әртүрлі. Зор еңбекпен келетін, таппай диқан бір тыным. Өмірге нәр беретін, қадірле нанды бір тілім. Яғни нанды қадірле деп тұр да. Біздер өткен сабақта да айттық, нанды қадірлеуіміз керек, нанды жерге тастауға болмайды, жер аяғымызға баспаймыз деп. Бұл жерде бізге түсіндірме сөзге берілген тілім деген жұқалап кесілген нанды айтады екен. Яғни нанды біздер тұтастай жей алмаймыз, әрине, оны біз кесіп қоямыз. Соны кезде кесіліп тұрған нанды тілім нан дейміз, бір тілім нан деп айтып жатамыз. Өлең неліктен наубайхана деп аталған? Яғни өлеңде наубайхананың дағы адамдардың қызметі туралы айтқан екен. Не істейтіндері туралы да. Наубайханадағы адамдардың жұмысының еңбегі өте көп. Яғни біздерге ыстық нанды дайындау үшін күнімен түнімен жұмыс жасайды екен. Нан дастарханға қалай келеді? Яғни дастарханға келгенше ең бірінші көктемде диқанымыз дәнді себеді. Ол жерді баптап, суарып, жаздай бидайды өсіреді. Одан кейін бидайды комбайнмен жинайды. Комбайнмен жиналған бидайлар қамбаларға әкеледі. Қамбалардан ұндар жасалып, тартылып, бидайымыз тартылып, ұнға айналады. Ұн наубайханадан нан жасалып, осындай біздің дүкендеріміздің сөрелеріне ыстықтай келетін болады. Үлкендерден нанды қалай пісіретінін біліп ал дейді. Яғни осы нанның қалай біздің алдымызға келетіндігі туралы үлкен ата әжелерінен де сұрап біліп алуларға болады. Мына жерде бізде нүкте, үтір, леп белгісі, сұрақ белгісі және сызықшаны көріп тұрмыз. Нүкте, үтір, леп белгісі, сұрақ белгісі, сызықша, бұлар тыныс белгілер болып есептеледі. Яғни бізде сөйлем өтіп жатыр. Сөйлем яғни мағыналы бір ойды білдіреді. Сөйлемнің соңына тыныс белгілері қойылады. Тыныс белгілері қойылады. Олар сөйлем біріншісі, яғни сөз бас әріппен басталып жазылады. Сөйлемнен соң не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады деген ереже тұр. Ережені оқып жаттап аламыз. Екінші жаттығуға қарайық, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Дастархан көркі нан. Наннан үлкен ас жоқ. Яғни нанды біз қадірлеуіміз керек. Ең бірінші дастарханға нан келеді. Яғни дастарханның көркі нан екен. Жаңа айтылған өлеңдегі нан туралы айттық. Мына жаттығуда да нан туралы болып отыр. Келесі жаттығу суреттер бойынша көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып оқы дейді. Кім нан пісіреді? Наубайшы нан пісіреді. Нанды неден пісірді? Нанды ұннан пісірді. Не қандай дәмді? Нан қандай дәмді? Нан қандай дәмді деп біздер кейде таңғалып айтамыз да. Сол кезде бұл лепті сөйлем болады. Ендеше бірінші, екінші сөйлемге нүкте қойылды, ал соңғы сөйлемге леп белгісі қойылды. Енді дәптермен жұмысты қараймыз. Дәптермен жұмыста бірінші тәтті деген сөзді әдемілеп жазып шығатын боламыз. Одан кейін дүкен деген сөзді әдемілеп жазамыз. Одан кейін екінші жаттығуға мына жердегі дастархан көркі наннан үлкен ас жоқ деген сөйлемді екінші жаттығуға келіп жазамыз. Ең соңғы тапсырмада сандарды сызып таста, шыққан сөздерден сөйлем құрап жаз дейді. Яғни сандарды пайдаланбаймыз бұл жерде. Әріптерден сөз құраймыз. Бірінші сөзде күріш деген сөз шығады. Күріш,
Ал келесіде жүгері деген сөз шығып тұр. Енді осыдан сөйлем ораймыз. Анашым дәмді күріш пісірді. Ал жүгері деген дәнді дақылдың бірі. Жүгері пайдалы дәнді дақыл деп сөйлем құрауымызға болады. Басқа да өз ойларыңнан өзгертіп сөйлемдер құрауыңа болады. Міндетті түрде осы сөйлем жазу міндет емес, тек сіздерге тек үлгі ретінде көрсетіп отырмын. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызда тапсырмаларды орындау сіздерге ұнаған болса, каналға жазылып, подписаться батырмасын басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.